Сәлем достар, бүгінгі видеода біз Чернобыль туралы талқылайтын боламыз. Видеоны көрмей жатып, алдын ала лайк басып, төмендегі подписаться деген қызыл кнопканы басып кетейік. Алдымен достар, Чернобыль не екенін сіздерге айтып кетейін. Чернобыль 1986 жылдың апрель айының 26-сында түнгі сағат 1:23 кеткен кезде Чернобыль қаласында өте үлкен жарылыс болды. Жарылыс салдарынан ауаға өте көп мөлшерде радиация тарады. Қалада жарылыс болмай тұрып 3 сағат алдын 100 мыңнан астам қала тұрғындарын 4 сағаттың ішінде эвакуация жасады. Қазіргі таңда Чернобыль Украина қаласындағы Киев ауданында орналасқан. Киевтан 130 км шақырым жерде Чернобыль Припять қаласы орналасқан. Ал қазіргі таңда Чернобыль тасталған өлі қала болып саналады. Суреттегі жарылыс болған 4-ші энергоблок. Бұл сурет жарылыстан кейін бір күн өткендегі түсірілген сурет. Суреттегі жарылыс болғаннан кейінгі 4-ші энергоблок. Ал 4-ші энергоблок жарылғаннан соң жаңадан энергоблок салынды. Дәл осы арка. Бұл суреттегі арка 2015 жылы тұрғызылды. Бойы 50 метр, салмағы 350 мың тоннадан астам. 1986 жылы радиация 100% болатын болса, дәл қазір 2026 жылы радиация 50% деп айтуға болады. Достар, осымен біздің видео аяқталды. Егер видео ұнаса, лайк басып, төмендегі подписаться деген қызыл кнопканы басып кетейік. Егер де осы видеоның астына біраз лайк пен біраз комментария болса, және де көп просмотр болса, дәл осы видеоның екінші бөлімін шығарамын. Сіздермен болған Анвар YouTube арнасы. Давайте!